Оян, Марғұа, оян! Жып-жылы аялаған бір үн алыстан талып жеткендей. Оян, оян! Марғұа бұл кезде өң-мен түстің, бәлкім беймәлім екі дүниенің шетінде будақ-будақ бұлт пен буылдыр тұман араласқандай бұлдыр әлемде жатқандай еді. Бойын әлде жеңілдік, әлде салмақсыздық билегендей беймарал, тап бір қауырсындай қалқып ұшып жүргендей, жамбасына тас батқандай түнімен дөңбекшіп шығатын ол төсегін қазір сезінер де емес. Көкірек тұсының күйіп, ұдайы сыздайтыны да қалғандай, өзі тіпті саусағын кеткен секілді. Тек дел-сал ұйқы меңдегендей бір күй. Түн баласы кірпігі айқаспайтын ол қалың ұйқыға қалай шақ кіріп кетті екен. Ұйықтай берсе ғой, ұйықтай берсе. Ұйқы меңдеген ол буылдыр дүниеден төмен қарай құлдилап кетіп барады. Алды тас түнек қараңғы. Зу-у-у! Оян, оян деген соң оян! Жұп-жұмсақ әлгі үн тағы қайталанды. Марғұа қап-қараңғы тұңғиықтан қалықтап қайта ұшып келе жатқандай сезінді өзін. Жарық, әне, жарық та көрінді-ау, шыңыраудан әупірімдеп шыққан тәрізді. Кейінгі уақытта оның ыңқыл-сыңқылы көбейе түскендей. Оны өзі де сезіп жүр. Әйтсе де мүлдем жатып қалудан әзірге аман еді. Ешкімге ауыртпалығын салмай, өз қажетін өзі атқарып жүргеніне шүкіршілік айтатын. Десе де әл-дәрменінің күннен күнге кеміп, тесік желектен сусыған құмдай сарқылып бара жатқаны анық еді. Я, жебеуші ием, пендем десең ешкімге кіріптар етпей, 12 мүшемнің сауында қор қылмай ала көр. Дерт азабын тартқызба. Төңірегімді тоздырмай-ақ өліммен аттануға жазғайсың деп жатса да тұрса да жалбарынатын. Марғұаның аз жазатын деп өкінерлік жағдайы жоқ. 40 дәуретіп кем көрдім десе де, онында күпірлік болар. Пешенесіне жазылған іске шек келтіруден ада, өткенге салауат дейді де қояды. Тәңірінің жақсылы-жаманды берген несібесіне қанағат етеді. Оның ащысы да, тұщысы да, тәттісі де, дәмдісі де, кермек зат дейтіні да болды. Баршасы Алланың ісі. Жақсылығыңды ғана бер, жаманшылығыңды қоя тұр деп қалайша айтсын. Түбінің қайырын тіледі де қойды. Тілеуің ақ болса, Тәңіріңнің алқайтынына оның өзі де әлдеқашан жеткен. Тек кейінгі кезде көңіл түкпірінен өкінішке, өксікке ұқсас әлдебір түсініксіз нәрсе бой көтеріп, жүрегінің басын дамыл-дамыл сыздатады да батады. Осыған алаңдайтын болып жүр. Осы бір күмәнді түйткілдің бірте-бірте түйіндей байланып, көкірек тұсына кептеліп тұрып қалғаны қинайды. Кейде сыздатып тарап кетуші еді. Енді ұзақ топталып күйдіретінді шығарды. Күйіп тұрады көкірегі. Оның осыншама қамықтырып, көкірегін сыздатып, сырқыратқан не болды екен? Соны ойлап, өзінен өзі қамығады. Сыр ашысып, ой бөлісер тұстасы да қалмағандай. Кімге барып мұңын айтпақ? Әл-дәрмені содан да құрып, тиянақ таппай шаршайтындай. Осы жасына дейінгі өткен-кеткенді кемді күн көрген қызықтарын көңіл сүзгісінен өткізіп, әр нәрсе бір есіне түсіп, беріленіп күліп те алады. Немере шөберелердің қылықтарымен өзін бір уақыт алдарқатады. Бірақ түйіннің тарқар түрі жоқ. Қайта үдей түскенде ме, қалай? Қартайған шағында жер-жермен болып байланысқан бұл ненің күйігі, ненің мұңы болды екен? Неге көрінген жорамал, ненің тұспалы? Осының нақ болжай алар емес. Түкке түсінсе бұйырмасын. Тек түбі жақсы болғай. Марғұаның не көрмеген басы,
тағдыры мұны қалай қиырға салмады. Енді еш нәрсеге өкінудің орны жоқ деп ойлаушы еді. Әлі де көңіл түкпірінде әлдеқандай өкініші, атқармаған парызы қалды ма екен? Түні бойы көкірегін сырқыратқан осы бір атаусыз күмәнді кесел ұлғайып, еңсесін көтертпей қажытып тастайды. Түнімен бір жақ жөтел буып, бір жақ ұзақ сонар ойы да әр тарапқа бір тарап. Ұйқысы қашқан Маруаның таң алдында ғана маужырап, көзі ілініп барады екен. Сол-ақ екен шыңырауға қарай шым батып кете бергені. Бір дүлей күш қап-қараңғы түпсіз тұңғиыққа шырқ-үйірі тартан жөнелгендей. Бұл санасымен қаншама қарсыласып бұлқынайын десе де қимылдарлық дәрмені жоқ. Саусағын да қозғай алсашы. Саусағын қимылдатпақ түгіл кірпігінің әр дәнін қорғасындай, мал қойғандай ауырлап кеткен. Көтера салсайшы. Демі үзіліп барады. Түпсіз терең түнекке құлдилап кетіп барады. Таусылар түрі жоқ. Ол бұрындары да жиі бастырылып қалушы еді, бірақ тез оянатын. Бұл жолы ояна алар емес, зымырап құлап кетіп барады. Оян, қызым, оян, дауыс қаттырақ шыққандай. Оң мен түстің бәлкім екі дүниенің шетінде жатқан Маруа әлгі дауысты анық, тап қасынан тағы естігендей болды. Әлдебір жылы алақан лебі жүзін білінер-білінбес жанай сипап өткендей. Әлгі болмашы лептен өзін құрсаулаған тордың сансыз жылы борт-борт үзіліп, бойы босап, аяқ-қолы қимылға келіп, көзін зорға ашты. Көзін ашқанда бозамық татқан қоймалы жүн иненің ішінде малтып жүргендей еді. Бозғылтым тұмандай бұлдыр перде арасынан төсегінің бас жағында тұрған нұр дидарлы жүзінен мейірімі төгілген ақ сақалды қарияның сұлбасы көзіне шалынып бұлдыр елестей қылаңдады. Оян, оян, қызым, оян. Адам ба, елес пе? Оны Маруа ажырата алмады. Тек жүзін шырамытқандай. Сол елесті жоғалтып алғысы келмегендей көзін тас жұма қойды. Өңі соншалықты мейірлі, соншалықты ет жақынында елжірей қараған. Бұл кім болды екен? Есіне түсіре алсашы. Оны қашан, қайдан көріп еді? Әйтеуір бір жерден көрген секілді. Апыр-ау, қайдан көрдім еді? Қайдан дері бар ма? 90-дағы кемпірді кім қызым деп аялаушы еді? Есіне түсе кеткені. Түсінде, түсінде көрген екен ғой. Маруа қайта талғысып бара жатты. Оян, оян, Маруа, оян. Көкірегіндегі күмәннан арылғың келсе, оян. Маруаның қарт-санасын найзағайдай осып әлдене жарқылдап өткендей. Сол жарқылмен бірде денесі тоқ соққандай қатты солқ етіп қалтырай жөнелген. Ойын енді түсініксіз үрей білей бастады. Төсегінің айналасында әлдебіреулер жүргендей. Ұйқысынан оянғаны анық. Үрейге бой алдырған ол қимылсыз біраз жатты. Көзін қайта ашқанда әлгі бұлдыр дүние тарап, бөлменің қабырғасы ағараңдатып, оған ілінген суреттер набойы айқындалып, таң бедерленіп қалған екен. Ақ сақалы белуасына түскен қарияның елесі ғайып болыпты. Маруан оны есінде сақтап қалып еді, енді шын таныды. Өң мен түстің арасындағы азаптан әлі құрып, жүрек алқымына тығылай айтқақтағандай соғып, ауа жетпей теңігіп құр сүлдері қалған ол басын көтеріп, төсегінде шоқайып ұзақ отырды. Кеудесінен шығып кетердей соққан жүрегінің суылы басылғанша тапжылмады. Дұғасын оқып, көңілін тоқтатып, бірте-бірте өз-өзіне келгендей. Әлгінде жай оғындай миын озып өткен не болды екен? Не де болса, найзағай оты түн түнегін қалай бір сәтте жап-жарық етсе,
бұл да оның кәр санасын дүр сілкіндіріп жарқыратып жібергендей. Қасаң тартып қалған санасының қатпар-қатпарына дейін жарық сәуле құйғандай. Өткен-кеткендердің бәрін қаз-қалпында ойына оралтқандай. Адамның санасы соншама кең болар ма? 40 қатпардың ішіне бәрі сия береді екен ғой деп ойлады бұл. Осыған шекті жақсылы-жаманды басынан өткендері, көріп білгендері бүге-шігесіне дейін есіне түсіп, бұрынғысы бүгінгісімен мидай араласып жүре берді. Өткен күндердің баяғыда ұмытылған елестері айналып келіп, өзін қайта тапқандай. Бозала таң алдында өң мен түстің арасында бұлдырай көрінген ақсақалды қария бұдан бұрын да түсіне кіріп еді-ау. Ол өзі қай замандағы түс еді? Есіне қазір түсіп отыр. Құдай-ау, содан бері қаншама ғұмыр өтіп, қаншама дария су аққан десеңізші. Қисапсыз көп күндерді артқа тастапты ғой бұл күндер. Өңірінен үзіліп қалған түймедей жадысынан әлдеқашан шығып кеткен ол түсіндегі қарияның айнына қатесіз оралғаны несі екен? Неге көрінген түс болды екен? Ненің нышаны? Иншалла.